Өзгеде жаңалықтар қойсақ, жылына 40 мың шамасында адам жүрек қан тамырлары аурулары салдарынан көз жұмады. Сондықтан дерттің алдын алып, дер кезінде ем қабылдаған маңызды. Ұлттық ғылыми медициналық орталықта жылына мыңдаған адамға күрделі операция жасалады. Нұрқанат Қанапияның материалын көрейік. Шағыңыз бар ма, апа? Шағым жоқ. Түнде жақсы демалдым. Рахмет. Ұйқыңыздан шығып ма? Қызылордалық Раушан Оңғарбайқызын кейінгі 10 жылда жүрек дерті мазалап жүр. Осымен 3-ші мәрте операция жасатты. Бұған дейін 2016 және 2022 жылдары жүрегіне аппарат қойдырған еді. Жақында тағы да кардиостимуляторын жаңартуға мәжбүр болды. Қарғадым жүрсе ентігіп жүріп тұруы мұңға айналған апайдың қазір көңіл күйі көтеріңкі. Аллаға шүкір, қазір кардиостимулятор ауыстырып, қазіргі уақытта көңіл күйім, денсаулығым өте жақсы. Өздігіме жақсы тұрып, жаңадан өмірге келгенде болып жатырмын, шын айтқанда. Бұл жүрек деген адамның ең негізгі мүшесі ғой. Ол дұрыс жұмыс жасамаса, еш нәрсе керек болмай, адам даже өмірден былай төніп кетуге дейін барады екен. Ұлттық ғылыми медициналық орталықта жылына мыңға жуық операция жасалады. Бұлардың барлығы күрделі. Ең бастысы орталық заманауи тәсілдерді барынша қолданып келеді. Теріні кеспей тамыр арқылы операция жасап, кардиостимулятордың әлде қайда шағын және сапалы түрін орнатады. Ересектермен қатар салмағы 20 келіге жетпейтін балаларды да осы жерде емдейді. Это является достаточно большим достижением. Әрине, бұл үлкен жетістік. Өйткені балаға операция жасау оңай емес. Біріншіден, баланың жүрегі кішкентай, өте сақтықпен қимылдау керек. Екіншіден, бала қалай ауырып тұрғанын айтып бере алмайды. Бірақ диагнозды дөп басу қажет. Сондықтан балаға операцияны өте тәжірибелі хирургтар жасайды. Орталықта тәжірибелі дәрігерлермен қатар жас мамандар да көп. Оларға адам өмірі бірден сеніп тапсырылмайтыны белгілі. Ондаған жылдар бойы хирургке көмектесіп тәжірибе жинайды. Науқастардың диагнозын дәл қоюды үйренеді. Себебі өзінің жүрегі ауыратынын білмейтін жандар да кездеседі дейді дәрігерлер. Жалпы кардиологияда емделетін науқастардың ішінен зерттелген науқастарда 20%-ында жүрек ырғағының бұзылуы анықталады статистика бойынша. Ең жиі кездесетін аритмологияда шағымдар ол науқастың жүректің тез немесе баяу соғуы, бас айналу, кейде есінен танып қалуы, ентікпе, әлсіздік, тез шаршау. Кейбір науқастар ешқандай шағым анықталмайды. Тек диагностика ретінде жалпы ЭКГ түсірген кезде байқалады. Орталық қызметі тегін. Операция жасату үшін кезекке тұрып квота алу керек. Квота 1 айдың ішінде беріледі. Ал Қазақстан резиденті болмаса, операция құны 2 миллион 250 мың теңгеден 8 миллион 400 мың теңгеге дейін барады. Нұрқанат Қанапия, Абдулхамид Бөлекбаев, 24 KZ.